Құрма жүкті әйелдер үшін аса пайдалы жидек. Оның құрамында көптеген маңызды қоректік заттар бар. Олар жүкті әйелдер мен босанатын аналарға ерекше пайдасын тигізеді. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендері. Бүгінгі контентте құрманың жүкті және босанатын әйел адамға деген тигізер пайдасы туралы құнды ақпарат айтатын боламыз. Видео ақпаратты аяғына дейін қараңыздар, өйткені сіздер бұны бұрын білмедіңіздер. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Жазылуды ұмытпаймыз. Өйткені осы арнаның аналитикасынан көріп тұрғанымыздай, көрермендердің басым бөлігі бейнероликтерімізді арнаға жазылмай қарайды екен. Сондықтан әуелі арнаға жазылып қойыңыздар. Бұл біз үшін үлкен қолдау және жақсы қаралым болсын. Құрманың пайдалы қасиеттері. Құрамындағы қоректік заттар. Құрмада калий, магний, темір, кальций, фосфор, мырыш, мыс, марганец, селен, фтор, сондай-ақ А, В1, В2, В3, В5, В6, С, Д және К дәрумендері бар. Бұл заттар жалпы денсаулықты қолдауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Энергия көзі. Құрмада табиғи қанттар, глюкоза, фруктоза, сахароза көп болғандықтан ол жылдам энергия береді. Бұл жүкті әйелдер үшін маңызды. Қан түзілуі. Құрмада темірдің болуы қан аздықтың алдын алуға және гемоглобин деңгейін көтеруге көмектеседі. Құрамындағы талшықтар. Құрмада көп мөлшерде талшықтар бар. Бұл ас қорыту жүйесін реттеуге және іш қатуды болдырмауға ықпал етеді. Босануға дайындық. Зерттеулер көрсеткендей, босануға жақын уақытта құрма тұтыну босану процесін жеңілдетуге және жатыр мойнының кеңеюін арттыруға көмектеседі. Құрманы қалай тұтыну керек? Жүкті әйелдер үшін күніне 5-6 құрма жеу ұсынылады. Бұл мөлшер қажетті қоректік заттарды алуға жеткілікті. Босануға 4 апта қалғанда құрма тұтынуды арттыру пайдалы болуы мүмкін. Бұл жатыр мойнының дайындалуына және босану процесінің жеңілдеуіне ықпал етеді. Ескерту. Әр адамның ағзасы әртүрлі, сондықтан құрма тұтынуды бастамас бұрын дәрігермен кеңескен жөн. Сондай-ақ Құран аяттары да біздің назарымызды құрманың адам баласына берер пайдасына аударуда. Мариям сүресінен бір аят келтірер болсақ, сонда оны толғақ қысып құрма ағашының түбіне барды да, әттең-ай, мен бұдан бұрын өліп қаны мүлде ұмытылып кеткен болсам еді, деді. Періште оның астыңғы жағынан, кейіме Рамбың астыңнан бір бұлақ жаратты деп дабыстады. Құрманың бұтағын өзіне қарай сілік. Саған жас құрма түседі деген үн келді. Ал енді же де іш, көз айым бол. Мариям сүресі 23-26 аяттар. Толғақ сәті келген кезде Алла тағала салихалы Мариямға құрманы жеуге бұйырды. Бұл Құрандағы әмір үлкен даналықты меңзейді. Жақында ғалымдар құрманың әйел адамға босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтатындықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылғандықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды.
Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттан әлсіреген жандарға да өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді. Бұл анықталғандардың барлығы Аллах тағала салихалы Мариямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткендігі даналығын көрсетеді. Себебі құрма ана ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз ғана қорегі болар ана сүтінің түзілуін жүзеге асырады. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп, бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу, яғни диетология саласының беделді маманы доктор Уильям Хенри Доусон бір құрма мен бір стақан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың құрамында окситоцин деген химиялық зат бар. Сол окситоцин заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанғаннан кейін окситоцин ана ағзасында сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Осы құрманың құрамындағы окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақты шақырушы, жатыр мен жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон. Окситоцин гормонының әсері бұлшық ет жасушаларында ана сүтін түзеуші ретінде және ана жатырының бұлшық етінде көрініс табады. Босану процесі сәтті өтуі үшін жатыр бұлшық еттерін дұрыс қысу маңызды. Окситоцин өз кезегінде жатыр бұлшық еттерінің белсенді түрде қысылуына белсенді атсалысады. Сонымен қатар босану процесі аяқтала салысымен ағзадағы өз қызметін атқара береді. Ендігі жерде ол сүт бездерінде ана сүтін түзе бастайды. Құрманың құрамындағы бір ғана зат окситоциннің болуы Аллах тағала Құранда ерекше мән беріп, тәңірлік ескертпе екендігінің дәлелі бола алады. Құрманың нәрлігі тұқымдағы адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Мысалы, жүкті және бала емізетін әйелдерге ең қажетті зат фолий қышқылы. Бұл қышқыл ағзадағы жаңа жасушаның түзілуіне қатысушы маңызды дәрумен. Амин қышқылы жасуша жаңару кезіндегі ағзадағы түзуші жабдық болып табылады. Жүктілік кезінде бұл қышқылға деген қажеттілік 2 есе артады. B9 жетіспеген кезде ағзадағы эритроциттердің мөлшері көбейеді. Алайда олардың құрылымдық белсенділігі төмендейді де қан аздыққа апарады. Сондай-ақ бұл фолий қышқылы жасушаның бөлінуі кезінде және де жасушаның құрылуы кезінде әрі нәрестенің анасының жатырында дамуы кезінде де ағзасы осы қышқылға мұқтаж болады. Бұл құрма B9 дәруменіне, яғни фолий қышқылына өте бай. Жүктілік кезінде көптеген әйелдердің біраз уақыт жүректері айнып және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзаға калий жетіспеушілігі басталады. Осы кезде жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеуі тиіс. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай,
дененің терісіне жақсы әсер береді. Әйел адамның жүктілігі кезінде А дәруменіне қажеттілік болады. Құрманың құрамындағы А дәрумені иммунитетті нығайтып, ағзаның сыртқы әсерлерге төтеп берушілігін арттырады және де көздің көруін жақсартып, сүйек пен тістерді қатайтады. Бета-каротин ісік тудырушы жасушалардың болдырмауына септігін тигізіп, ағзаға зиян беретін молекулалардың жұмысын қадағалаушы қызметін атқарады. Жоғарыдағы зерттеулер құдіретті Алла тағаланың шексіз ілімі мен мейірімінің көрсеткіші болып табылады. Құрманың жүктілік кезіндегі пайдасы және оның құрамындағы ана ағзасына қажетті химиялық заттары тек заманауи медицина дамыған соңғы жылдары ғана анықталып отырса, бұл жемістің пайдасы жайлы 14 ғасыр бұрын Алла тағала Құранда адамдарға баяндаған. Міне құрманың әйел адамға деген жүктілік кезінде, әсіресе босанар уақытында және босанған соң зор пайдасы барын біліп өттік. Құрманы жеу бұл оның құрамындағы құнарлы заттарды бойға дарыту деген сөз. Әрі құрма ислам дінінде өте қатты құрметтеледі және де Құранда келуі оның сөзсіз пайдасы барын айтады. Егер де бұл ақпарат сіздерге ұнаған болса, бұл видеоға лайк басамыз, пікір қалдырамыз, арнамен бөлісеміз және міндетті түрде жазыламыз. Сіздермен бірге болған бірінші байлық денсаулық арнасы әлемді жақсырақ қылу ұмтылысында. Қош сау саламатта болыңыздар.